Қайырлы күн, құрметті көрермен. Жаңа ғана облыс әкімі Берік Уәли мырза облыс активін жинап, YouTube желісіне тікелей эфир жүргізіп, облысымызға қатысты бірнеше жылға арналған бағдарламамен таныстырды. Осы жерде мені бұрыннан бері мазалап жүрген сұрақтың бірі шешімін табылады деген ойдамын. Енді тек қана мені мазаламайды, мұнда бірнеше ықшам аудан дейміз бе, кент дейміз бе, соларды мазалайды. Мына қыс кезінде жер асты сулар көтеріліп, желтоқсан айында, қаңтар айында Қызыл Кордон дейміз, темір жолшылар кенті бар, Казкрай бар, және де Шығыс кенті бар. Соларды мазалайтын сұрақ бұл. Өйткені су көтерілгеннен кейін көптеген кісілердің погребтерін су басады, үйлерін су басып қалуға да мүмкіндік бар, ескі алаңдарын су басып кетеді. Сондықтан мына қазіргі Ақсай ықшам ауданы салынады дейді. Жақсы жоба екен көрініп тұр. Оның өзі инженерлік инфрақұрылымы бар. Енді су мәселесі бар ол жерде, содан кейін жылу мәселесі бар, электр қуаты бар деген секілді. Оның бір жағынан осы орманымыздан келетін суды сол жерде аулап ұстап алып, бір насосын салса, осы ықшам ауданды сумен қамтитын. Сол кезде мына жер асты суларын ұстап, сол ықшам ауданға беріп отырса, осы басқа кенттеріміздің көптеген сұрақтары шешіледі. Ол жақтан суды ұстап, ықшам ауданға беріп отырса, мына жаққа су келмейді. Осындай бір мәселені көтергім келіп отыр. Сол енді Берік Уәли мырза өзі айтып отыр ғой, әлеуметтік желіні байқап қарап отырамын дейді. Енді қоғамдық кеңестің мүшелері болып, енді Берік Уәли мырза енді қазір 3 ай болды аудандарды, ауылдарды аралап, мүмкін уақыты болмаған шығар. Бірақ та енді бізде қоғамдық кеңесте басқарма басшыларымен өзіміздің бір ортақ чатымыз болған. Енді көптеген басшылар ауысып кетті. Сондықтан осы чатқа жаңадан келген басшыларды қосса деп ойлаймын. Және де көптеген сұрақтарды шешіп отыратынбыз, тікелей шешіп отыратынбыз. Өйткені бізге көптеген сұрақтар келіп түседі, шағымдар келіп түседі. Осыны қала тұрғындарынан, облыс тұрғындарынан соны тікелей шешуге бір жолы осы чат арқылы. Сондықтан чатқа жаңадан келген басқарма басшыларын қосып, тікелей қарым-қатынас жасасақ деген кеңесім бар. Рахмет назарларыңызға. Облыс әкіміне бұл видео әлеуметтік желі арқылы жіберді деп ойлаймын. Сондықтан назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.